Шариғатта жалақыдан бөлек үстеме харам. Жалақыдан бөлек үстеме харам. Анау не? Не деп айтады біздің тілде? Жоқ, премия емес. Леви ма? Жұмысқа кірсе, леви бар ма дейді. Харам. Біреулер ана қараңыз, арам нәрсені жасап тұрып, сондай бір леви бар жерге кіреді. Леви істеп жүріп ұсталады ол. Қараң, бәрі берекетсіздік та, анадан құтылу үшін тағы пара береді. Аштан өлмейсің ғой. Аштан өлмейсің. Міндетті түрде сен екі этажды үйде тұруың керек па? Міндетті түрде сен мықты машинада мініп жүруің керек па сен? Міндетті түрде сен мықты киініп жүруің керек па? Сенің міндетің адал өмір сүру міндетің. Арам жолмен балқып шалқып өмір сүру сенің міндетің емес. Бурай ибн Хусайл радиаллаху анху риуаят қылады. Егерде біз біреуді қызметке бекітіп, оған жалақысын тағайындасақ, бұдан тыс алған нәрсесі арам жолмен тапқан табысы болады дейді. Адамның айлығы болады. Ана қосымша леви деген нәрселердің бәрі не болады деген оған? Арам. Барлық жерде сондай. Қараңыз, кім түзейді бұны? Ол осылай кетеді, ол деу болмайды мұсылманға. Пара, мынандай біреулер шықты қазір. Ана орыстарға бере берсең болады деген шықты. Жоқ. Орысқа да беру харам. Дінсізге де беру харам параны. Мұсылманға былай тұрсын, дінсізге де беру харам.